Қуаныш Шонбай екінші болма кітабынан үзінді. Ішкі комплекс жеңіс үшін таптырмас қазына. Кез келген ауруды емдеу диагностикадан басталады. Диагнозы анықталмаған ауру ең жаман ауру. Бұл ауруды емдемес бұрын оның түп тамырын қайдан, қалай пайда болғанын білу керек. Бұл айтпасаң да түсінікті. Адамның өз бойындағы кемшіліктерімен күресетіні табиғатында бар, және ол кемшіліктердің де тумысынан бар екенін мойындау керек, рас. Бірақ қандай кемшілікпен күресу керек, қай аурумен күресу керек деген сияқты. Ал комплекс бұл дайын тұрған диагноз. Ол өте айқын көрінеді, сондықтан да есіңді жинап бір қарасаң, комплексовать етіп жүргенді өзің сезесің. Комплекс таптырмас қазына дегенім, шартарапты айналып психологтың немесе өзге маманның көмегіне жүгінбей-ақ, өз минусыңды көріп, онымен күресе аласың. Ал бұл жолдағы негізгі құралдар сол комплексті қабылдау және онымен жұмыс жасау. Көбінесе комплекстің екі түрі барын байқадым. Біріншісі бойына, түр сипатына байланысты комплекс, екіншісі менің қолымнан келмейді. Бұл өмірде мен ешкімге керек емеспін деген ой. Қазіргі таңда заман өзгеріп, технологиялар дамып жатыр. Сондықтан барлығының бірдей болмаса да сыртқы келбетке қатысты комплекстен арылуға болады. Мұнда мен барлығыңызға дене бітіміңізді немесе комплексті хирургиялық немесе басқа жолдармен өзгерту туралы айтып жатқан жоқпын. Бірақ егер ол сенің өзіңе деген сенімділігіңді арттырса, басқаша өмір сүруге көмектессе, неліктен көрмеске? Өзгертуге болатын комплекстер болса, олармен күресесің. Ал егер бойыңның ұзындығы немесе қысқалығы сияқты комплекстер болса, онда оны жай ғана қабыл аласың және мойындайсың. Мені балалық шағымнан Қазанбас деп атады. Ондай басты мен таңдап алған жоқпын. Тез сөйлеуді де сұраған жоқпын. Әрине, тез сөйлеудің кесірінен тікелей эфирге шығуға қысылатынмын. Елдің барлығы шай сөйлеңізші десе, мұның барлығы бір жағымсыз сезімдер ұялтатын. Бірақ түйеқұс сияқты басымды құмға тыға бермей, бұл нәрселердің де бар екенін мойындап күресу керек. Менің қолымнан ештеңе келмейді дегенді сенен басқа ешкім білмейді. Ол сенің ғана басында туындаған ой. Халыққа қызмет көрсету орталығына барсам, Қуаныш Шонбайдың қолынан түк келмейді деген анықтама бермейді ғой. Бұл анықтаманы сен өз-өзіңе бергенсің, демек оны өзгерте аласың. Ол сенің қолыңда. Әлеуметтік желіде жүргізген сауалнама адамдардың 90% орыс тілін жетік білмейтіндігін комплекс санап, оны мақсатқа жету жолында кедергі деп қабылдайды. Бетіне безеу шықты, көйлегін кофе төгіп алды, аузынан иіс шығады, бойы кішкентай, бұның барлығы комплекс. Жеке-жеке қарастырсақ болмайтын нәрсе, бірақ адамдар бұл мәселенің шешімін іздестірмей, әдемілеп шетелдің сөзімен комплекс деп айтады да қояды. Комплекстерге белшесінен батқан адам басқа нәрсе туралы ойлай алмайды. Көзбен көріп, қолмен ұстар себеп болмаса да өзін кем санайды. Ол адамдардың бәрінде комплекс болған, бірақ олар сонымен күрескен, жеңген. Ол адамдардың бәрі бай мен бағланның, граф пен патшаның баласы емес. Ол адамның бәрі Эйнштейндей ақылды емес. Олардың бәрі Майкл Джексондай спорт жұлдызы емес, Джордандай. Және олардың бәрі Голливуд әртісіне сұлу емес. Бірақ олардың есімдері ұлы тұлға ретінде тарихта қалды. Өз комплекстерін жеңе білуді олар ұлылыққа жеткізді. Ең қызығы, комплексы көп адамдардың жетістікке жету рейтингі көп. Сенде кемшілік бар, менде де бар. Өйткені комплекс кемшілікке қарағанда көзге көрініп тұрады. Менің комплексім орысша акцентпен сөйлейтін еді. Ауылда өскендіктен Нина деген магазин сатушысы бар, жалғыз орыс адам. Оның өзі қазақша сөйлейді. КВН, кино, орысша әңгіменің бәрін түсінемін, бірақ сөйлей алмаймын. Акцент ұрып тұр, ұяламын. Колледжде оқығанымда бәрі орысша зуылдап тұр. Менің тілім ойқы-шойқы. Жазғанда да сауатым жетісіп тұрған жоқ. Қате жазамын. Содан қалай орысшамды түзеуге бел будым. Ол үшін не істемедім десеңші. Жалғыз кетіп орысша мәтіндерді айғайлап оқыдым. Оны тағы да тығылып істейсің, бірақ естіп көріп қойса ұят. Қате жазбау үшін бір емес, 2 кітапты қатар көшіріп шықтым. Шамиль Әлеудиновтың дәрістерін тыңдайтынмын. MP3-ге музыка болмайтын, тек қана Шамильдің лекциялары. Bir жағы рухани демеу, екінші жағы орысшамды байытуға әсері болды. Әрине, бұл менің ойлап тапқан әдістері емес. Бенджамин Франклин 16 балалы отбасында өскен, 10 жасында мектептен шығып кеткен адам ғой. Жазушы, журналист, әлем таныған тұлғаға қалай айналды? Өмірбаянын оқысаң, мынаған көзің жетеді. Ол сауатты шамал болғандықтан өз бетімен білімін жетілдіре бастайды. Грамматикасын түзеу үшін көрермен журналының мақалаларын көшіріп жазады. Одан кейін осы әдісті өзінің стилін түзету үшін пайдаланады. Өлеңді прозаға, прозаны өлеңге айналдырып тіл ұстартады. Солай сауатты мен жазу машығына шыңдайды.
Брайан Трейси кітап оқу аздық ететінін, кітапты оқуға мүмкіндігі жоқ кезде тыңдау керегін айтады. Осындай тұлғалардың қолданған әдістері өзін дәлелдеген, сүйенуге тұратын тәжірибе. Комплекспен күресу әдетте адамды белгілі бір мүмкіндіктерден шектейді, кері итереді. Кемшілік деген сөздің өзі шартты. Біреу үшін кемшілік басқа біреу үшін артықшылық болуы да мүмкін. Бірақ осы кемшіліктің сенің еркіңе бағынатыны бар, бағынбайтыны бар. Мәселен, бойым 175 см болса, мен 190 см болып көріне алмаймын. Әншілік қабілетім жоқ па? Ешқашан Димаш Құдайбергенов бола алмаймын. Комплекс сенің ойыңда ғана. Адамға көбірек нұқсан келтіретіні де комплекс. Бірақ оны жеңу де логикаға салғанда оңай. Өйткені Сократтың сөзімен айтқанда, мен өз ойымды оңай басқара аламын, ауылдың баласымын деген. Комплексті онда тұрған не бар екен? Еш жерім кем емес деген оймен ауыстыруға аласың. Тіл білмеймін дегенді тез ақ үйренемін деген оймен ауыстырасың. Комплекске таптырмас қазына ретінде қарасаң, сол кезде алға қойған мақсатыңа жеңісіңе бір қадам жақындайсың.